Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым. Назарыңызда Жанбол Шекербекұлы Рахматулла. Мынандай жолдар үйреншікті жағдай. Кентау үшін Махажанов, Балабиевтер ақша жеуден қолдар осамай жатыр. Айып етпеңдер, жолдар кейін бір жақсы бір жігіт келгенде жасап берер. Төле би кешесінің аулалары. Мына жерден су ағып жатыр, жарылған, ешкімнің шатағы жоқ, ешкім шаруасы жоқ, ақсаға берсін. Мынандай дүние көріп беріңдер. Мына тасты қойып қойдық. Біреу арғы беттен Америкадан шықпасын деп, жердің астына кіріп, глобустың арғы бетінен шықпасын деп. Жолдар керемет. Мына жақта Төле би көшесі, Кентау көпсалалы колледж бар. 47-ші, 47В ауласы осындай. Махажанов, тірі болсаң мына жақта коммуналды қызметтерді жібер. Мына жерге де жібер. Құрметті қалалықтар, тұрғындар, біреудің келгенін күтіп, айтқан күтпей, жеке өздеріңіз белсенділік танытып, әкімдіктің алдына барып, нақты талаптарыңызды қойыңыздар. Әкім деген ол сіздерге басшы емес, біздерге басшы емес. Әкім деген әкімдікте жұмыс істейтін адамдарға басшы. Ал бізге, қалалықтарға ол қызметкер. Қызметкер ұнамайтын болса, лайласыны көтен тұрса теу жересінде басқасын орнына қоя саламыз. Шөкей болсын, кез келгенін ауыстыра аламыз. Тек қана сіздер белсенділік танытсаңыздар болды. Мына болмайды, мынандай қалада өмір сүруге болмайды. Желкесінен ұстап тұрып алып келіп, мына жаққа коммуналдық қызметкерлер, әкімдерді жұмыс істеткізіңіздер. Бала шағасын асырап отқан нанын дұрыстап адал етіп тапсын. Таппайтын болса, жұмыс істемейтін болса, қуу керек, желкесінен ұстап тұр. Мына жақта су ағып жатыр. Мына жақта мынандай болып жатыр. Қалай өмір сүруге болады мына жерде? Асфальтикасы төсемейді дейтін күн жылған күтсең, онда мұнан жаса. Телепорт жасап, ақштан шықпасын адамдар арғы беттен. Жанбол Шекербекұлы Рахматулла, Төле би көшесі, Балабиев, Махажанов білмейтін болсаңдар, 47-ші қай аула деп іздеп жүрмеңдер. Келіңдер де жасаңдар істеріңді.